Оқушылар, сәлематсыздар ма? Бүгін біздерде география сабағынан ашық сабағы болады. Сіздерді бүгін мен 3 топқа бөлу арқылы қорғаушы, зерттеуші және игерушілер тобына бөлу арқылы бүгін сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі сабақтарыңызға сәттілік тілеймін. Ал енді бүгін біздер Қазақстан Республикасының төлқұжаты арқылы және отырғызу талондары арқылы сіздерді топқа бөлеміз. Бұл жердегі біздерде әдісте 4 түрлі әдіс бар. Аты жөндеріңіз жазасыздар, QR-код арқылы бүгінгі сабақты қарайсыздар және де өз-өздеріңізді бағалайсыздар 1-ден 10-ға дейін. Және де сабақтың соңында кері байланыс жасайсыздар. Осы біздер төлқұжаты арқылы жасайсыздар. Ал енді сіздерге төлқұжаттарыңызды таратып берейін. Жақсы оқушылар, бүгінгі отырғызу талоны арқылы барлығымыз білім шыңына қалықтап ұшатын боламыз. Енді осы менің қолымдағы талондарды өздеріңіз алып, сол арқылы талондағы жасырылған номер арқылы өз топтарыңызға отырасыздар. 1-ші, 2-ші, 3-ші топ. Жақсы, кел аламыз. Енді оқушылар, отырғызу талонындағы жасырылған топ номерін қарап, өз топтарыңызға отыра қойыңыздар. Оқушылар, енді біздер үй тапсырмасын, яғни өткен сабақты қайталау үшін Learning App деген платформа арқылы біздер өткен тақырыпты еске түсіретін боламыз. Енді дескрипторде 1 балл беріледі. Бұл үй тапсырмасын қайталау бойынша кім жауап береді, өзіңіздің төлқұжатыңыздағы манағы бағалау парағын белгілеп отырасыздар ручкамен. Енді Қазақстан аймағында неше ірі мұнай өндіруші зауыт қызмет атқарады? Сакина айта ғой. 3 зауыт. Көрейік жауабын. Сакина өте дұрыс. Келесі сұраққа оралайық. Аппақ Байжанов қай жылы тас көмірді тауып алды? Кім айтады? Бақнұр айта ғой. 1833. Жауабын тексеріп көрейік. Өте дұрыс. Отыра қойын. Келесі сұрақ. Қай жерде күлі көп көмір орналасқан? Елжас айта ғой. Екібастұз. Көрейік жауабын. Дұрыс. Темір кенін өндіру жұмыстары неше кен орындарында жүргізіледі? Аружан. 12. Жауабын көрейік. Дұрыс, Аружан. Алғашқы Қарашүңгіл мұнай кен орны қай жылы ашылды? Кім жауап береді? Аян айта ғой. 1899 жылы. Қай жылы? 1899. 1899 жылы. Аян өте дұрыс. Ой қозғау әдісі бойынша сұраққа жауап берген оқушылар өздеріңіздің қолыңыздағы төлқұжатқа жауаптарыңызды, яғни балдарыңызды қоя қойыңыздар 1 балдан. Біздер өткен сабаққа шолу үшін ой қозғау әдісі арқылы тақырыпқа Learning App деген платформа бойынша сұрақтарға жауап береміз. Оқушылар, осы қазан айы біздерде құндылықтарға келетін болсақ, тәуелсіздік пен отаншылдық айы. Енді осы айда біздер, мысалы, қандай мерекелер бар тәуелсіздікке байланысты, қандай шаралар өтіп жатыр мектебімізде, сол туралы айтатын болсақ. Тәуелсіздік күні, тәуелсіздікті Қазақстан қай жылы алынды? Қарақат айта ғой. 1991 жылы 16 желтоқсанда. Жарайсың, Қарақат. Ал енді құндылық бойынша келесі сұрақты қоятын болсам, 25 қазан қандай мереке? Асылай айта ғой. Республика күні. Республика күні, жарайсың, отыра ғой. Жақсы оқушылар, онда біздер бүгін жаңа сабағымызды бастаймыз. Біздің жаңа сабағымыз 15-ші параграф. Дәптерлеріңізді ашып жаза қойыңыздар. 15-ші параграф минералды ресурстарды игерумен байланысты проблемалар деп жазамыз. Дәптерімізді ашамыз, кітабымызды ашып жазамыз. Оқушылар, біздер бүгінгі сабақта минералды ресурстарды игерудің экологиялық, экономикалық және әлеуметтік салаларын талдау және оларды шешу жолдарын ұсынатын боламыз. Олай болса, бүгінгі тақырыпта біздер жасанды интеллект арқылы өзіміздің дайындаған видеомызды көрсетейін. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз минералды ресурстарды игерумен байланысты мәселелер. Қазақстан бай табиғи ресурстарға ие ел. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы табылған, оның ішінде 60 элемент өндірісте белсенді қолданылады.
ел. Әлемде вольфрам, хромит, уран, мыс, қорғасын және мырыш сияқты стратегиялық маңызы бар минералдардың ірі қорына ие. Қазақстанның минералды шикізат базасының әлемдік маңызы жоғары. Минералды ресурстарды игерудегі үш негізгі проблема. Тау-кен өндірісінің қарқынды дамуы бірқатар күрделі мәселелерді туындатады. Оларды шешу тұрақты даму үшін өте маңызды. Қоршаған ортаға зиян су, ауа және топырақтың ауыр металдармен және химиялық заттармен ластануы. Биоалуантүрліліктің және табиғи экожүйелердің азаюы. Қалдықтарды басқару. Кен өндірісінің көптеген қалдықтары қоршаған ортаға ұзақ мерзімді қауіп төндіреді және оларды дұрыс өңдеу мәселесі. Әлеуметтік шиеленістер, жергілікті халықтың құқықтары мен мүдделерінің қорғалмауы, өндіріс аумағындағы халықпен тиімді диалогтың болмауы. Экологиялық проблемалар, табиғатқа тигізетін нақты әсері. Су көздерінің ластануы. Қарағанды жезқазған маңындағы өнеркәсіптік ағынды сулардың өзендер мен жерасты суларына кері әсері. Бұл ауыз су сапасын төмендетеді. Топырақ эрозиясы. Кен өндіру жұмыстарынан кейін топырақ қабаты бұзылып, ауыл шаруашылығы жерлерінің деградациясы және шөлдену қаупі артады. Өндірістік қалдықтар. Дұрыс сақталмаған және қайта өңделмеген үлкен көлемдегі тау-кен қалдықтары ауаға улы шаң шығарады. Жақсы оқушылар, олай болатын болса, біздерде топтық жұмысты бастаймыз. 3 топқа қазір мен тапсырма берем. Бұл тапсырмаларды DEL әдісі арқылы біздер шешетін боламыз. Яғни жаңа сабақта тиімді меңгеру үшін осы әдісті біз пайдаланамыз. Осы әдіс арқылы өзіңіздің тақырып бойынша ақпаратты терең зерттей аласыздар. Бұл жерде дескрипт деген баяндау, сипаттау, оқиғаны көргенді сипаттау, негізгі аймақтар мен мәселелерді анықтау. Анализ дегеніміз бұл талдау, яғни ақпаратты талдау, қорытынды жасау, себептер мен салдарын анықтау. Келесі explain, түсіндіру, яғни құбылыстарын немесе оқиға бойынша не білетіндеріңізді, түсінгендеріңізді суреттейсіздер, экологиялық әсерін түсіндіресіздер. Келесі links дегеніміз байланыс, яғни болжамдар мен қорытындыларды жасау, өзінде бар білімдермен байланыстыра отырып, осының шешу жолдарын сіздер ұсынатын боласыздар. Біздерде топтық жұмысты 3 топқа бөлек мен сіздерге тапсырма беретін боламын. Бірінші топ мұнай өндірісіне байланысты мәселелер шешесіздер. Яғни манағы мен берген әдіс арқылы осы мәселені сипаттау, түсіндіру, талдау және байланыстарын анықтайтын боласыздар. Бұл топқа біздер гамма ап арқылы презентация жасайсыздар жасанды интеллекттен. Келесі екінші топ біздерде тыңдап алыңыздар. Бұл кен өндіру саласындағы металл, көмір, уран мәселелерін анықтайтын боласыздар. Ірі кен орындарының өндірісінің процесін қоршаған ортаға әсерін сіздер анықтайсыздар. Сіздерде дәл солай осы DEL әдісі арқылы сипаттайсыздар, түсіндіресіздер, талдайсыздар және байланысты анықтайтын боласыздар. Бұл топ мүшелері кен өндіруші, эколог, тұрғын, әкімдік биліктегі адамдардың рөлін сомдап көрініс көрсететін боласыздар. Үшінші топтың тапсырмасы минералды ресурстар игеру және тұрақты даму. Яғни ресурсқа деген тәуелділікті азайту, жасыл экономикаға өту жолдары сіздерде. Сипаттау, түсіндіру, талдау және байланыс. Бұл топ біздерде манағы гамма ап немесе канваның жасанды интеллект арқылы презентация құрып осы жерде қорғайтын боласыздар. Жақсы оқушылар, дайын болсаңыздар, бірінші, екінші, үшінші топ болып, өздеріңіздің топтық тапсырмаларыңызды қорғасаңыздар болады. Келіңіздер ортаға. Бірінші топ. Қазақстандағы мұнай өндірісі, экономикалық пайда мен экологиялық қауіп-қатер. Қазақстан әлемдегі ең ірі мұнай және газ қорына ие елдердің бірі. Бұл табиғи ресурс ұзақ жылдар бойы еліміздің экономикалық тірегі болып келеді. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзіне айналды. Мұнай экспорты Қазақстанның халықаралық аренадағы позициясының нығайтуға мүмкіндік берді. Маңызды мәселе. Алайда мұнайға тәуелділік тек экономикалық өсімді қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен бірге қоршаған ортаға және жергілікті тұрғындардың әл-ауқатына айтарлықтай кері әсерін тигізуде. Бұл презентация мұнай өндірісіне байланысты туындап отырған негізгі экологиялық және әлеуметтік мәселелерді талдауға арналған. Қазақстандағы мұнай өндірісінің негізгі аймақтары. Мұнай өндірісінің шоғырланған аймақтары Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан.
Бұл өңірлердің экономикалық және әлеуметтік ландшафты толығымен өзгерген. Каспий маңы ойпаты. Бұл аймақ мұнай қорының ең үлкен бөлігін қамтиды. Оның ішінде теңіз және Қашаған сияқты әлемдік деңгейдегі ірі кен орындары бар. Маңғыстау облысы. Мұнда өзен кен орны орналасқан. Ол ұзақ уақыт бойы елдің мұнай өндіру көлемінің негізгі бөлігін беріп келді. Аймақта ірі инфрақұрылымдар дамыған. Атырау және Батыс Қазақстан облысы. Қоршаған ортаға тигізетін әсері. Атмосфералық ластану мұнай өндіру кезінде күкіртті қосылыстар, күкірсутектер және басқа да ұшпа органикалық қосылыстар атмосфераға таралады. Бұл газдар жергілікті халықтың тыныс алу органдарын зиян келтіріп, қалалардағы ауа сапасын айтарлықтай төмендетеді. Су ресурстарының улануы. Мұнай қалдықтарының өндірістік ағынды сулардың және төгілулердің нәтижесінде жер асты және жер үсті сулары ластанады. Әсіресе Каспий теңізінің экологиялық жүйесі аса қауіпті жағдайда теңіз суындағы мұнайдың мөлшері балықтардың, ит балықтардың және басқа да теңіз жануарларының жойылуына әкеледі. Топырақ деградациясы. Мұнай төгілулерінің мен химиялық қалдықтар топырақтың құнарлылығын жойып, оны улы заттармен қанықтандырады. Ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің азаюына және аймақтық экологиялық тепе-теңдігінің бұзылуына әсер етеді. Мұнай өндіруден туындайтын өзекті әлеуметтік экологиялық проблемалары. Біріншісі экологиялық апаттар және денсаулыққа әсері. Екіншісі жер қойнауын пайдалану және геологиялық тәуекелдер. Үшіншісі биологиялық әртүрліліктің, яғни өсімдіктер мен жануарлардың жойылуы. Төртіншісі экономикалық тәуелділік қаупі. Қосымша тұрақты өндіріс, экологиялық заңнаманы қатаң сақтау және табиғатты қорғауға басымдық беру. Жікке көшу, баламалы энергия көздерінде инвестиция салу арқылы энергетикалық тәуелсіздікті арттыру. Экологиялық сана әрбір азаматтың табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін арттыру. Әлеуметтік жауапкершілік мұнай өндірілетін аймақтардағы халықтың денсаулығы мен өмір сүру саласын жақсарту. Жарайсыздар, бірінші топ. Өздеріңіздің қолдарыңызда төлқұжаттарыңызға бағаларыңызды қойып отырыңыздар. Келесі біздерде екінші топ. Екінші топтың жұмысын тамашалайтын боламыз. Баршаңызға мен есімім Төлепберген Нұрғожа Алмасханұлы болады, Ақтау қаласының әкімі боламын. Бүгін біз кен өндіру аймағында мәселелерді шешеміз. Мен жазушым Елжас жазып отырмыз. Мен кен өндіруші Асқар Ғалымжан. Біз жаңа кен орнын игеріп жатырмыз. Жұмыс орындары көбейіп, экономикалық пайда келеміз. Мен эколог Құралбай Ару Русланқызы. Дұрыс, бірақ табиғатқа да зиян келмеуі қажет, яғни суды, ауаны ластамайтын арнайы шараларды қабылдауымыз қажет. Мен зерттеуші Шыналиева Аружан Нұрланқызы. Менің зерттеу бойынша бұл аймақта кейбір өсімдіктер мен жануарлар сирек кездеседі. Егер өндіріс бақылаусыз қалса, экожүйе бұзылады. Мен осы жердің тұрғыны Оңайбай Ділназбын. Мен үшін ең бастысы денсаулық, қауіпсіздік және жайлы өмір сүру. Кен өндіру кезінде ауа ластанады, шаң мен шу көбейеді. Бұл тұрғындардың денсаулығына кері әсер етеді. Мен кен өндіруші Асқар Ғалымжан. Біз экологиялық талаптарды орындаймыз. Қалдықтарды өңдейтін жүйе орнатамыз. Жақсы, егер солай болса, бірлесіп жұмыс жасайық. Табиғатты қорғап, өндірісті де дамытуға болады. Жақсы, келістік, онда бірлесіп жұмыс жасайық. Табиғатты қорғайық, болашағымызды сақтайық. Жарайсыздар, екінші топ. Сіздер өте керемет көрініс қойдыңыздар, үлкен мәселені қозғадыңыздар, актерлік шеберліктеріңіз де керемет екен. Мына жердегі бағалау парағына бағаларыңызды қоя қойыңыздар. Келесі біздерде үшінші топ, яғни манағы жасанды интеллект арқылы презентация қорғау. Шығамыз. Біздер үшінші топ зерттеушілер тобы минералды ресурстарды игеру және де тұрақты даму деген тақырыпқа сай презентация жасаған болатынбыз. Яғни табиғи байлықтарды тиімді пайдалану және оларды болашақ ұрпақ үшін сақтауға арналған презентация. Минералды ресурстар ұғымы, яғни жер қойнауындағы қазбалар, минералды ресурстар, бұл жер қойнауының өндірілетін барлық пайдалы қазбалар мен табиғи қосылыстары. Негізгі түрлері оларда мұнай, газ, көмір, әртүрлі металл, тұздар, құрылыс материалдары, уран және тағы басқалары. Экономика өзегі. Бұл ресурстар өнеркәсіптің энергетиканы және жалпы ұлттық экономика негізі қозғаушы күші болып табылады екен. Ресурстарды игерудің экономикалық маңызы. Минералдық ресурстарды игеру кез келген елдің дамуын шешуші рөл атқарады. Ол өндірісте және энергетикалық секторлардың тұрақты өсуін қамтамасыз етеді. Ұлттық жалпы өнімнің өсуіне ықпал ету, ықпал өнеркәсіптік базаны құру, жұмыс орындарын ашу және халықтың әл-ауқатын жақсарту, экспорттық әлеуетті арттыру арқылы валюталық түсімдерді қамтамасыз ету.
тұрақты даму бұл қазіргі ұрпақтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету мен болашақ ұрпақтың табиғи ресурстарын пайдалану мүмкіндіктерін шектемеу принципі. Экологиялық тазалық, табиғи ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау. Ұрпақаралық жауапкершілік, ресурстарды келешек ұрпаққа сақтау міндеті. Тұрақты игерудің үш негізгі бағыты бар. Ол минералды ресурстарды ұтымды пайдалану үшін экология және экономикалық тиімді тәсілдерді қолдану маңызды. Оларды мысалы қалдықтарды азайту және қайта өңдеу, өндіріс қалдықтарының мөлшерін азайту және өндірілген материалды барынша қайта пайдалану техникаларды енгізу. Басқарудағы жауапкершілік минералдық ресурстарды тұрақты басқару кешенді тәсілді талап етеді. Қорытынды минералдық ресурстар кез келген ұлттың басты байлығы және экономикалық әл-ауқатының кепілі. Оларды ұқыпты әрі жауапкершілікпен игеру тұрақты дамудың негізгі шарты. Жақсы, отыра қойыңыздар. Оқушылар, келесі бізде жұптық жұмыс. Яғни сіздер қасыңыздағы көршілеріңізбен жұптасып жұмыс жасайтын боласыздар. Бұл жұптық жұмысты біздер семантикалық карта әдісі арқылы жасаймыз. Бұл жерде біздерге мәліметтер берілген, яғни мәселелердің негізгі себептерін анықтайсыздар. Сол мәселенің бір ғана себебін тауып, соны не істейміз? Талқылап, ортаға салып шешу жолдарын анықтаймыз. Біздерде кен өндіру кезіндегі жердің бұзылуын анықтаймыз, судың ластануы, уран өндірісінің радиациялық қаупі, жергілікті халықтың денсаулыққа, жалпы денсаулығы, экономикалық пайда немесе экологиялық мәселелер екеуінің теңсіздігін шешетін боламыз. Осы жерде мен сіздерге семантикалық картаны таратам, жұптасып қасыңыздағы оқушылармен бірігіп жұмыс жасай қойыңыз. Екеуіңізге біреу 8 минут уақытымыз бар. Жұмысты жасаймыз. Жақсы оқушылар, онда жұптық жұмыстың жауаптарын сіздерге алдарыңызға ұсындым. Сол бойынша бір-бірің жауаптарыңызды тексеріп, ұпай санын қойыңыздар. Бір-біріңізге ұпайды қойыңыз. Дұрыс болған жағдайда, үшеуі дұрыс болған жағдайда бір ұпайдан қоямыз. Төлқұжаттарыңызды ашып қоя қойыңыздар. Жақсы оқушылар, онда мен сіздерге манағы жұптық жұмыстан кейін 3 топ бір-бір мәселенің шешу жолдарын анықтайсыздар дедім. Бірінші топтан кім айтады? Айта ғой. Мысалы, біздер экономикалық мәселелерді қарастыратын болсақ, пайданың әділ бөлінбеуі, өндіріс шығындары. Яғни, осы кезде біз экономиканы кен өндіру кезіндегі жағдайларды жақсарту үшін бізде жаңа технологияларды қолдануымыз қажет. Егер технологиялар ескі болса, біздің шығынымыз көбейіп кетеді. Және де осы экономиканы дамытуға арналған жаңа жобаларды қолдауға инвестиция жасауымыз қажет. Өте жақсы, отыра ғой. Бір ұпай. Барлықтарыңыз бір ұпайдан қоя қойыңыз. Ал енді екінші топ қандай мәселенің шешу жолдарын айтасыздар? Кім айтады? Аяру. Біздің мәселе экологиялық мәселелер. Жалпы судың ластануы. Жалпы судың ластануы өндіріс орындарына су тазарту жүйелерін орнату керек. Қайта өңдеуіміз қажет. Және де осы экологиялық жағдай мәселелер барлығы өзіміздің қолымызда. Жақсы, отыра ғой. Так, бір ұпай. Келесі бізде үшінші топ. Қандай мәселені шештіңіздер? Біздер үшінші топ, яғни әлеуметтік мәселе, осы халықтың денсаулығының нашарлауы және де көші-қон, яғни миграция, жұмыссыздық деген мәселелерді қарастыра отырып, ең алдымен мемлекет тарапынан бұл экожүйені қалпына келтіруін айтуымыз керек. Және де халықты осы экологиялық біліммен дарыту керекпіз. Және де осы жұмыссыздықтың алдын алу үшін негізінен жасыл грант деген сияқты проекттерді қолға алу керекпіз. Дұрыс айтасыздар. Ал енді оқушылар, қазіргі таңда бізде үлкен экологиялық проблема бар ғой. Ең бірінші біздер манағы айналамызды, қоршаған ортаны таза болуына біз өзіміз үлес қосу керекпіз. Ол үшін біз не істеу керекпіз? Ең бірінші өзімізден бастау керекпіз, да, солай ма? Өзімізден бастау керек. Өзіміз манағы қолыңыздағы манағы қалдықтарды, тамақ жеген тамақтың қалдықтарын немесе басқа да қалдықтарды лақтырып кетуге болмайды. Аузыңыздағы манағы шайнап жүрген сағызыңыздың өзін жерге лақтыруға болмайды. Оның өзі манағы химиялық жолмен жасалғандықтан не істемейді екен? Жердің топырақтың эрозияға ұшырауына кері әсерін тигізеді екен. Сондықтан ең бірінші біз не істеу керекпіз? Өзімізден бастау керекпіз. Оқушылар, жұптық жұмысты аяқтадық. Мен сіздердің алдарыңызға манағы жауап парағын тастадым. Осы жауап парағымен жұптар бір-біріңіз тексере қойыңыздар, алмастырып. Сіздің жауабыңызды мыналар, мына топ, сіздікі мына жұп, сөйтіп тексере қойыңыздар. Бір-біріңізге бал қоясыздар. Я тездетеміз. Сіздердікін бір-біріңіздікін алмастыра қойыңыз, тексере қойыңыздар. Жақсы, тексереміз.
тексеріп сол бойынша төлқұжаттарыңызға бір-біріңізге бағасыңызды айтыңыз. Жұптық жұмысты аяқтайтын болсақ, енді жеке жұмыс, үшінші тапсырма. Біздерде жеке жұмысқа экологиялық кеңістіктің шекаралары, шешімдері көрсетілген. Осылардың ішінде төмендегі 3 саланы бір нақты мәселесін таңдап, оның ішінде шешу жолдарын 3 тармақтан тұратын қысқаша жоспарын ұсынып тұрмыз мына жерде. Экологиялық мәселелер, экономикалық мәселелер, әлеуметтік мәселелер. Осы жердегі үлгіге қарап отырып, мысалы мына жерде үлгіде уран өндірісі кезіндегі радиациялық ластануды алып отырық. Бұл жерде қандай мәселені біз талқылап отырмыз? Мысалы, радиация деңгейінің тұрақты өлшейтін экологиялық бақылау жүйесін енгізу, өндіріс аймақтарындағы қауіпсіздік аймағының кеңейту және жасыл белдеу отырғызу, жергілікті тұрғындарға экологиялық және сауаттылық курстарды ұйымдастыру деген сияқты. Бұл сіздерге үлгі. Сіздер өзіңіз жеке отырып, осы үлгіге қарай отырып, не істейсіздер? Осы мәселенің шешу жолдарын анықтайтын боласыздар. Дескриптор экологиялық мәселені дұрыс түсінуіне 1 ұпай болса, келесі біздер ішкі мәселені нақты шешуіне 1 ұпай, яғни 2 ұпайдан әрбір оқушыға берілетін болады. Так, мына жерде тапсырманы орындаймыз. Сіздерге таратам тапсырманы. Бірігіп ала қойыңыздар. Үлгісін көрсеттім. Жақсы оқушылар, жеке жұмысты аяқтап болсақ, балымызды алып, төлқұжатымызға қойып болсақ, онда картамен жұмыс жасайық. Біздерде мына жерде Қазақстанның пайдалы қазбалар картасы бар. Ашамыз, атылыстан түгел. Кескін карталарыңызды ашыңыздар. Қазақстанның қай өңірінде пайдалы қазбалардың кен орындарының отын энергетика қазбалары қай жерлерде көбірек шоғырланған, және де қара және қоспа металдар қай жерде көбірек шоғырланған, түсті және бағалы металдар қай жерлерде көбірек шоғырланған, таулы химия шикізаттар, құрылыс материалдар қай жерде көбірек шоғырланған, осы атылыстағы шартты белгі арқылы біздер анықтаймыз, сосын оны кескін картаға түсіреміз. Түсінікті ма? Қазір біздер анықтап алайық, сосын үйге кескін картаға түсіріп келуге берем. Келесте өздеріңіз жеке тапсыратын боласыздар. Ал енді оқушылар қараңыздар. Бірінші белгілеп алайық, тауып алайық, содан кейін кескін картаға түсірейік. Ал түсіреміз. Жақсы оқушылар. Міне, әрбір топтан 2-3 оқушыдан біздерде кескін картамен жұмысты аяқтаған екен. Қалған аяқтай алмай қалған оқушылар үйге осы кескін картамен жұмысты аяқтап келесіздер. Бұл жерде пайдалы қазбаларды не істеген екен? Шартты белгілерін біздер не істедік? Картаға түсірдік. Жарайсың, Ақтілек. Жақсы оқушылар, онда сабақтың соңғы кезеңі бағалау кезеңіне де келдік. Қолыңыздағы жеке төлқұжаттарыңызды қарап, өздеріңіздің бағаларыңызды қараңыздар. Көрейік, молодец. Так, Асылайға 10 ұпай, Мөлдірге 10 ұпай, Раузаға 10 ұпай, жарайсыздар. Ғалымжанға 8 ұпай, Дилназға 10 ұпай, Елжасқа 8 ұпай, Аяруға 10 ұпай. Жақсы. Барлықтарыңызды бағалап жатырмын. Жақсы. Қайсы? Батырланға 8 ұпай, Сакинаға 7 ұпай, Ақтілекке 10 ұпай, Аидаға 10 ұпай, Аянға 7 ұпай. Жарайсыздар оқушылар. Енді жеке төлқұжаттарыңызды алдыңыздар ғой, кері байланыс бар. Сабаққа кері байланыс. Мен бұл сабақта белсенді болдым ба, әлде пассивті жұмыс жасадым ба? Өзіңіз галочка қоясыз мына жерге. Менің көңіл күйім көтерілді, немесе көңіл күйіңіз түсіп кетті. Сабақта өзімнің жұмысыма қанағаттанамын, немесе қанағаттанбаймын. Қасына не? Птичка қойып отырамыз. Мен үшін сабақ материалдар түсінікті болып, түсініксіз болып, пайдалы, пайдасыз, қызықты, қызықсыз. Өзіңізге ұнады ма, ұнаған жоқ па, шынайы бағаларыңызды, кері байланыстарыңызды беріңіздер. Оқушылар, кері байланыс жасап болсақ, міне, бүгінгі сабақта біздер қорытындылап, үйге 15-ші тапсырманы береміз, және картамен жұмыс пайдалы қазбаларды манағы кескін картаға түсіріп келу. Енді бізде бұл жерде рефлексия бар. Смайликтеріңіз бар, алдарыңызға тараттым ғой, осы смайликтер арқылы барлығын түсіндіңіз бе? Әлде бірнеше сұрағыңыз бар ма мұғалімге? Немесе сабақта қиындық сізге туындады ма? Міне смайликке байланысты өздеріңіздің нелеріңізді, смайликтеріңізді маған бере қойыңыздар, иә? Сабақты түсіндіңіз бе, түсінген жоқсыз ба? Мысалы, сабақты жақсы түсінсеңіз, мына жерде барлығы түсінікті дейсіз, иә, жарайсың. Барлығын түсініпті, Аян. Аида барлығын түсініпті. Саған қиын болды ма? Жақсы. Сіздер
Барлығы түсінікті болған екен оқушылардың барлығына. Иә. Жарайсыздар. Бірінші топ. Жарайсыздар оқушылар. Сабақта жақсы белсене араластыңыздар. Қолдарыңызды, дағы төлқұжаттарыңызды алып, барлығымыз не істейміз? Барлығымыз не істейміз? Қонамыз. Ақтау қаласының аэропортына қонамыз. Сабақ аяқталды. Сабақ қалай болды?